Ассалаумағалейкум. О, алейкум ассалам, а? Молдака қалайсыздар? О, Мелисеке? Қалай? Жақсысыздар ма? Охо, бас шықпайтыңдар мешітке. Қалай кеп қалдың? Кеп қалдық енді Молдака. Енді мына Молдака айтайын. Үйімізден береке кетті. Келініңіз нашар болып шықты. Келін нашар ма? Иә. Келін нашар емес, белім нашар десей? Белде разговор жоқ, бел жақсы. Табысың нашар ма? Жоқ, табысты бір еркектей тауып атырмын. Онда түндегі шабысың нашар ма? Қойың, шықай қайдағын айт. Бірдеңе нашар болып тұр, өзіңнен бірдеңе болып тұр ғой. Шабыста жақсы, барлығы жақсы. Сұрайын деген мына шариғат ажырасуға қалай қарайды жалпы? Ажырассақ беген, мынау келініңіз күніге айқай шу, ажырасам деп қорқытады. Болды, түсіндім. Әлде жанұяны сақтап қалсақ па? Енді шариғатта ажырасуға рұқсат береді негізі. Иә? Бірақ бұл Алла тағаланың ең жек көретін ісі. Ең жиіркенішті ісі бұл. Міне, лажы барынша жанұяны сақтап қалу керек. Бәсе мен де айтып жатырмын да сөйтіп. Сен былай істейсің. Не істесем болады? Бүгін барасың да, үйге кіргеннен мақтап кіресің. Ой, шіркін, мына үйдің ауасының тазасына кереметін ай. Ой, шіркін, мына жуған кіріңнің әдемісін ай. Жинаған үйің қандай әдемі. Ой, мына тамағың қандай әдемі. Не болса соң бер мақтай бер. Келініңізді ма, ауаны ма? Келінді мақтап, не істеді үйге кіргеннен бер мақтай бер. Болды, мақтай. О, жататын төсегіне дейін. Біріншіден не жаман, өсек жаман, екіншіден сүймеген төсек жаман. Көрдің ба? Төсектің өзі көп проблема шешеді. Болды. Мақтай бер, мақтама? Болды. Мақтай бер. Ей, әйелдің махаббаты құлағында дейді. Құлағымен сүйеді олар. Құлақтан тепсе аямай. Болды. Ой, сен қатырасында ғой сен ойда. Бар, жолың басына. Қатыне, молодец. Бүгін тамағым зор бопты. Не деген тамақ, мынау бар ғой. Ресторанның тамағынан да күшті болған ғой тамағы. Мына палауың, ыстық тапананың, пирожныйың, мантың, шайың қандай. Қолың алтын ғой, қатын сенің. Тоқтай тұрш. Біздің отандасқанымызға қанша жыл болды? 10 жыл? Вот, сол 10 жылдың ішінде менің не бір тамағымды, не жасаған ісімді мақтаған емессің ғой сен? Не болды аяқ асты мені мақтап? Не бопты мақтасақ, не бопты сенің істеген тамағыңды мақтап отыр, сені мақтап отыр, не бопты? Вот именно, бүгінгі тамақты мен істеген жоқпын. Кім істеді ал? Көршінің баласы үйленген, соның беташарына саған бер жүрді ауыз тисін деп. А сен, соны біліп тұрып, әдейі айтып отырсың ғой маған, я? Ана көрші қатынды мақтап, мені даттап, әдейі жерге тығып отырсың ғой сен қазір, я? Айуан десе, айуан. Не сенің ментовской варианттарыңды білмей қалады деп ойладың ба? Сен бар ғой, сен адам емессің, ментсің. Вот, не семе тұрмай, кеттің, түсіндің ба, кеме артында, маған кеме оған! Ё-майы, таза подстава болды ғой мынау.